Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен осындай өте жұмсақ балды тортын дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Енді ыдысымызға қант, жұмыртқа, үстінен бал салып, барлығын орташа отта араластырамыз. Енді араластырып болған соң үстінен маргарин саламыз. Мінекей маргарин еріген соң үстінен ас содасын салып, тағы да венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді какаомызды салып, бір қайнатып аламыз. Мінекей бізде дайын болды. Енді үстінен біздің ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң қолымызбен қамыр илейміз. Мінекей осылай илеп болған соң тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып аламыз салқындатып. Енді кремімізді дайындаймыз. Сүтіміздің үстіне қант және де жұмыртқаның сары уызын салып, үстіне крахмал саламыз. Енді барлығын орташа отта бір қайнатып аламыз. Енді қайнап қоюланған соң үстіне осылай ақ шоколадымызды салып, тағы да жақсылап шоколадымыз ерігенше араластырамыз. Мінекей бізде крем дайын. Енді біздің тестамызды тоңазытқыштан шығарып, осылай бөліктерге бөлеміз. Менде 7 дана шықты. Енді барлығын жақсылап, жұқалап, жайып, құп-құрақ табаның ішінде асты және үстін аударып пісіріп алатын боламыз. Мінекей осылай пісіріп алдым мен. Корждарымыз дайын болды. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Осылай кремдерімізді көбірек сала беріңіздер. Барлық тортымызды жинап болған соң, менде артылған бір коржды блендердің көмегімен жақсылап үгітіп алдым әсемдеу үшін. Мінекей енді тортымызды әсемдеп шығамыз. Бұл торт өте жұмсақ болып шығады достар. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Мінекей біз әсемдеп болдық, тортымыз дайын. Қараңыздар достар, қандай әдемі. Мінекей енді кесіп көрсетемін сіздерге. Өте жұмсақ және нәзік болып шықты. Бұл торт табада дайын болған менде сіздің духовкада піскен тортыңыз сияқты болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де жақындарыңызды қуантыңыздар достар. Қазір мен сіздерге тортты кесіп көрсететін боламын. Қараңыздар, өте жұмсақ. Дәмі өте керемет болып шықты. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер және де арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.